қойыңыз сұрақ. Bismillahirrahmanirrahim. Mынау 5 бересі 6 аласы дегенді қалай түсінеміз? Енді бұл осы сол санмен байланысты осындай нақылдардың қалуының өзі қазақ халқының масхабпен өмір сүрмегеніне, масхабшы болмағанына дәлел. Енді мысалы сіз енді класстан классқа өттіңіз, енді мысалы бағалағанда сіз енді 4 классыңыз, енді мектеп бітірдіңіз. Мектепті бітірдіңіз, бірақ сіз енді бастауыш классты бөлік оқыдыңыз. Бастауыш 4 классың, сосын мектеп басқа бөлік өттің. Соны сен мектеп бітірген сіздің аттестатыңыз бар, бірақ сізді бастауыш классты оқыған бұл деп бағаламайды ғой. Немен бағалайды? Жоғарысымен бағалайды да? Дегенмен. Енді институт бітірген адамды ол пәлен мектепте оқыған, соның арқасында ол сондай адам болып жүрді айта ма? Айтпайды ғой. Ол ана институт бітірген дейді. Енді институт бітірсе, ол барып шетелден бірден оқып келсе, ол барып анау пәлен селхоз институт бітіріп еді, соның арқасында болды айтпайды. Ол шетелге барды. Немесе академияны бітірді деген солай ғой енді. Не нәрсенде адам баласы өзін жоғары биікпен бағалайды. Тек біздің қазақ халқында ғана өткен тарихпен бағалау, өткен жаңағы бағалау қазақ халқында. Бұл не? Ол надандық. Біздің аталарымыз масхаб ұстаған. Яссауи ешқандай мен масхаб ұстандым деп атып отқан жоқ қой. Шариғатты меңгердім деді. Дұрыс. Енді шариғатты меңгердім деген ол деген шариғат деген ол Алланың елшінің ол масхабтан әлде қайда биік тұр ғой. Шариғат деген сөзің масхабтан биік тұр. Шариғат масхабтың ішіне кірмейді, масхаб шариғаттың ішіне кіреді. Ванка станга деген болады ғой бір нелер, қошақтар жинайды. Сол сияқты нәрсе ғой ол. Енді қазақ қарасаң енді айтады, сендерде деструктивный, оны айтып жатқан жоқсың, ол қайдан біледі, ол бастауыш класс, мектеп ол. Мен жоғарғы дәрежелі институттың дәрежесіндегі әңгімелерді айтып жүрмін, біздің бітірген ата-бабаларымыз қалдырған. Соны ана отырған генералдар, солардың ойларының ақымақтығы сол да. Ол неден болып отыр олар? Неге сондай генералдар, не отырған басшылар, неге ақымақ деген сұрақты отыр? Әуел 5 пен 6-ның. Осы өткен 6 алауыздық, 6-мен сотталдым ғой мен. Мені сонымен соттады ғой. Иә. Себебі неге ол пайда болып отыр? Осылардың өзі, олардың осы мына шешелердің дұрыс емес екенін өзі дәлелдеп отыр. Міне. Шешелерін қайда көрге тығып атыр олар. Кім еркек адам өзінің сол тексіздігін айырған не қылатын болса, шешесі шырылдап тозақты. Әке бағала жауап бермейді деген сол. Міне, мен мысалы ұлдарым 100 жерден қанды не болсын, мен оларға жауап бермеймін. Шешесі арқылы. Бірақ мен шешесінің дұрыс болмағаны үшін мен жауап беремін. Әйелдің ердің несіне еркектен сұралады да, қатынды бастан дейді ғой. Сондықтан сіздің сұрауыңыз қазір үлкен, бір емес екеудің сұрауы тұр. Сондықтан біреу арқылы біреуін түзеу керек. Мен өткенде айтқаным сол, қазақта сол айтқан, жаңағы көшемде отын тастама, жаман деп қатын тастама деген. Өйткені сұрау бар деген сөз да. Сұрау бар. Мен ана өткен қатын қайта айтып жүрген, сол істеген қателіктерін басқа осы сондайды ертең шығады, солар қайталамаса деп жүрмін да. Ал егер де оны қайталайтын болса, сол үлкен қатынның күнәсінің үстіне күнә арта береді. Сол сияқты мен Гүлзиянікі айтып жүрмін, Гүлзиянікі ертең біреуді қайталайтын болса, сол жұққаны сонан енді ол Гүлзиянікі күнәсін арттырады. Араны ұстау керек та. Күнәсін арттырады. Өйткені оны кім ол күнәні соны жаратты? Кім соны жаратты, жасады? Солай болады. Сол сияқты сіздің де қазір сол емшіліктен бас солың қалай да ол дұрыс емес екен сол дәлдеп шыққан, ол емшілік бірінші сөзден басталады деген, сен дұрыс сөйлейін отырып емшімін деп айтпа деп. Осын сіз айтуыңыз керек. Өйткені мен айта алмаймын, емшілікпен айналысқан жоқ. Болды мен, бірақ маған қолым тигізбеді да, кім біледі мен айналысып кеткенім едім. Енді мынандай жағдай бар. Мына айтады ғой, бұл жаңағы осы санамен байланысты. Айтады ғой, мына сана неге етектен пайда болады деп.
мына 6 деген сана ғой. Білесіз бе? Bilmeydim. Ақыл 6-да дейді. 6-шы санады. Бала берсең сана бер, сана бермесең алтыны бер дейді да, алтын сұрайды. Біз алтын сұрайды. Сосын дейді, 6 ораз болса ауыздағы кетеді дейді. Бәрі 6-мен болайын да. 6 күнде жараттым дейді да бүкіл жерінен. 6-да тұр ғой. Неге 6? 6 арыс дейді. Атадан 6 туғанмын дейді. Міне. 6 туралы ғой. Осы 6-да тұр да. 6 деген сол бүкіл әлемнің жаратылысын санаменен көрінеді екен да. Сондықтан енді ол байда тұрады. Қазір мына Нәзгүлдің әлі үнге толық жалғанмай жүргені, Нәзгүлде жолдасы бар, жұбайы бар деп айтты ғой. Бай жоқ. Бай жоқ. Бай болу деген, ол енді қалайда Нәзгүлден жоғары тұру керек. Ақылы. Сонда ғана. Еркектің ақылы әйелден жоғары тұрмаса, бай болып есептелмейді. Бай деген, байлық деген сол бірінші ақылда. Оны еркекке бөлін. Енді мына етек, неге сана етектен жарылады? Мына орыстарда айтады да, жүріс жасаған, мен бір есіп қалдым, бір орыс айтып тұр да, ой, оны мен танимын, ол қолдан қол қойды дейді да. Мен сол кезде таңғалып, қолдан қол қойды ғой, ол деген кейіннен бар ойландым. Кейіннен бар енді осы зерттедім ғой, ана сөз қаяқтан пайда болды. Бұнда бір еркектен бір еркек сөйтіп алады, қолдан қол қойды дейді да. Сосын ана қарасаң үйленген қолына көтеріп алды дейді ғой. Әйелді қолына. Мені сөйтіп алақанын аялап жүрсе дейді ғой. Неге айтады осының бәрі? Сыймайды ғой әйел деген алақанға. Сөптен сенің әйелің сені алақанына салып алып жүретін әйелдер бар ғой. Неге айтады оны? Білесіз бе? Жоқ. Енді білмесең қос. Ол ана айтады, еркекке сенгенсе 2 босағаң сен дейді. Иә. Әйелдің 2 босағасы 2 аяғы. Көрдіңіз бе? 2 босаған деп. Сол бүкіл қуат барлығы әйелдің аяғында тұрады. Ана алтын табан дейді ғой. Иә. Ана келіннің аяғынан дейді, қойшының таяғынан дейді. Қарашы мінекей. Кімге дейді, Мұсаға қарасаң таяғын алды дейді, қол жылан болды дейді. Неге ол қолын таяғы жылан болды? Менің мәселе қайда. Қарақтар, төсек қатынасында әйелдің аяқтың қуаты еркектің қолына өтеді. Күш. Не? Көрдіңіз бе? Еркектің қолына өтеді. Сондықтан Төлеби атамыздың айтқаны, күшті батырды 2 қатының бір туады дейді. Себебі төсек аяқтың қуаты, аяқ қуаты, әйелдің аяқ қуаты еркектің қолына өтеді. Енді сөйтіп ана жүріс жасаған әйел қолдан қолға өтеді дейтін да, сол аяғының бәрін аларға тартып береді. Еркектің қуаты қайда барады? Еркектің бел қуаты несі бірінші аяққа кіреді, сосын аяқтан кейін басқа өтіп кетеді. Аяқ толғаннан кейін. Сондықтан жаңағы сол аяқ толып ана басқа өтіп кетпесін, Құранда айтқан, ана күйден ажыратқан 4 ай, 3 ай күту керек. Еркектің ұрықтары бір-бірін араспау керек. Болмаса басқа өтіп кетеді. Қарашы. Қатынды бастан деп неге айтады? Не? Соны енді сөйтеді де қолға өткеннен кейін, сол енді ана қолдар, сол енді суық қолға қайтып келеді. Суық қолға. Сосын енді әйелдің аяғында еркектің жын болғанда, сондай ойнастыратын әйелдердің, олардың аяғында қот болады, теуге, деге, сондай мықты болады да. Енді ол қамшыны өтіп атау жолына келсе, бірінші не кетеді? Ана мал қайнауға өскені аяқ әлсірейді. Аяқ әлсірейді. Сөйтіп аяқ әлсіреп барып, алладан жерге жаман қайттан қуаттану керек. Қазір көбісінің ана бала туа алмай жүрген не қылғанның бәрі аяқтан сол. Еркектің қолынан, әйелдің аяғынан. Енді сол енді еркектің несі ана басқа шыққанын мен дәл осыным өзім ол дегеннің бәрін, ол нәрсені айту үшін тәжірибеден өткізу керек. Нұрмағамбет келген кезде қол саусақтар айтып қимылдамайды екен. Мен бірінші от жақ дедім. Оттан басты дедім. От жаққыздып қойдым. Ақша төледім от жаққанына. Олған жұмыс тауып беру керек қой бәрі. Сосын мен кейіннен ойландым, бұл қаяқтан неге деп. Яғни, ол егерде
ол Қанипаға үйленіп, Қанипа ол қыздай оған күйеуге шықты, ол оның қолын улауы мүмкін емес. Еркектің қолын улайтын әйел жынысымен. Демек ол басқа жақтан оны Қытаймен ба біреумен байланысқа түскен, қол уланып қалып тұр. Байланып қалып тұр. Қолға кісен түсіп тұр. Көрдіңіз ба қандай? Енді осыны кейіннен, енді неған кезде өзі айтады, Қанипадан қолында ойлана алмайды дейді, ой жоқ, ұмытшақ не қылады дейді да. Бірақ қарасаң тәрбиесі мықты, ақылды, ақыл ғой, мына ана мәдениетті ұяла білудің бәрі ақылдан ол. Ақыл болмаса ана ұяла алмайды, мен қанша білімді бола бер. Ақыл кем болса ұят болмайды. Иман да ол кем болады. Бәрі сол ақылға тәуелді. Енді сөйтсем, сонда оның бел қуаты бұның басына өтіп кеткен. Өзі айтады, желкеден ұрды мен ісіріп қой желкем дейді да. Сол әл уақыт сұрап жатыр, Қанипа неге соны қаншамадан өтіп, кеше сол қана бар, ұрлап алып кетіп, оны қайттан күретіп, осы арпалысып, енді аяқталды, сосын айтып отырмын да. Аяқталмаса айтпа ерінді. Аяқталғаннан кейін Қанипаның қолына шипа. Қанипаның қолына шипаны, қолын басталды өзінің несіне қалпына келді бұрынғы. Сосын бар Қанипаның қазір осы айтып жалғанып жатыр, Айнұр менен жалғанып жатыр, мен жалғанып жатыр. Енді үнемі мен қасымда маған тамақ бергеннен мен жалғанбай қайда баратын да оны. Оның берген, оның қолының иісінің бәрі мен ішпей кіріп жатыр ғой бәрі. Сол енді бес берес алты аласың ба деген, сонда сол бесеуді осы сол еркек сол ана әйелдің аяғына береді. Еркек әйелдің басына береді. Бесеу. Бес қуат. Солай өтеді. Алты аласың бар деген, сонда әйелдің аяғынан арқылы, шарап арқылы не олтына еркектің қолын өтеді. Немесе оу өтеді, немесе шарап болып өтеді, еркек қолына өтеді. Еркекте сонда шабыт пайда болады. Мінеге, сәкенде оны дәлдеп қойған баяғыда. Ағуыз дейді. Міне бес берес алты аласың бар дейді. Ал енді қазір уақытта онда алтысы бар әйел, білмеймін. Мен әзірге көре алған жоқ, өз басым. Себебі неге? Ең жоғары дәрежедегі осы әйелдер, осы Назгүл бар, осы Айнұр бар, Анар бар. Осылар ең жоғары дәрежелер. Себебі неге? Бәрі осыдан өту керек. Бұлардан да ақылды, бұлардан да бір тазалар барса, бірақ айналып келгенде, ол қазір қияметтің ауаны тек қана осы деген өту керек. Жалғану керек, өйткені білім тұр, онан сен мейлі қанша секірсең де, бәрі қайта өмірде бәрі келеді, сондықтан 600 жылға есептелген адам болдым деген. Бәрі соған келіп тіреді. Қазіргі ең жоғарғы сол Құдайдың несімен заманға сай өмір сүріп жатқан осы. Мінеге, сендер бақытсыздар мына әйелдер. Бірақ олар өздері ол бақыттарын өздерін түсініп жүрген жоқ. Бірақ көбінде бай жоқ. Бай жоқ. Ол үшін рухани жалғанып тұру керек. Рухани жалғанып тұру деген, ол деген сол анау, сенде анау, сен өзің күйеуіңе қалай сәждесің, риясыз осының, сондай риясыз болу керек та. Риясыз болу керек. Сол анарды маған Құран бағыштатып алып келді ғой, енді ол малын есеп беріп отыру керек еді ғой. Ұқсатпа деп. Ұқсат сұрамай кетті. Мен өзім білем деді. Барды енді әлі ауырып жатыр енді соны сынағынан. Мінеке, ол сондықтан бұл жерде әруақпен жүру өткенде айтқан әруақпен жүру, әруақтың дегенімен жүру, екінің емес, 100-дің бірінің қолынан ғана келеді. Қазір сіз соған жете алмай келесіз. Мінеке. Сіз ақылмен келе жатсыз, ой жордан жеңіп шықтыңыз, оттан өттіңіз, енді сіз судан өтуіңіз керек. Судан толық өтіп болғаннан кейін, оны қағаяқтан сіз айтпай-ақ, мен сіздің әрбір ісіңізден, көрген түсіңізден мен опаң аяқтайын да. Опаң өзі, оны білмейсіз ол. Сен сондай бір аянменен, қана бұрылға көрсетті ма, оның өзін қалайна не өттір. Бұрылға неге? Демек, сол ана махаббат бар бұл жерде. Сіз бұрылды әйел тұрғыста бір түсіне білдіңіз. Сондай, осындай ғой деп. Сосын көрсетіп жатыр. Сондықтан сіз адамзаттың бәрін сүй бауырым дейді.
Сіз осы мына адымның бәрін бауырым деп, қазір адамзатты оған қиындау енді сүйін, оның жалғандық болады да. Сіз ана осы мейлі қандай болсын, соларды ана сүю деген тек қана жақсы көріп үндемей қалу емес. Мына еркектердің көбісі бар, ана болды, ана үндемей қалсам болды, жоқ. Қайта өзің білгеніңді айтып, еркек адам тәрбиеші болу керек та, бақташы болу керек. Бірақ бақташы болғанда да ол ақыл болу керек. Қазір мен сол бақташылықты сұлтан менен кімге берді ғой, бірақ оларда ақыл кем болып тұр әлі. Амантай екеуінде де. Ақыл болу керек, олар байлық дәрежеге жету керек, бай болу керек та. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін олар кітапқа жалғану керек, өнер болу керек. Мен соны істете алмай жүрмін да. Өнер болу керек. Өнер болған істеп жатыр ғой. Сұлтанда қазір қарасам, көп нәрсені қарасам айтқаныңдай жасайтын болып келе жатыр. Мен енді қанша дегенмен осы мектебін өттім ғой, қаншама тәрбиеледім. Бірақ менің айтқанымнан асырып істейтін болған кезде сол кезде мен ырза боламын. О, міне, пайда болыпты деп. Мінекей. Ойды меңгеріпті бұл деген. Мен айтып қоямын, былай істеңді, әдейі тексеремін да. Бірақ соны ол асырып істеу керек. Мақсаттың да. Міне, асырып істеу керек. Болмайды дегеннен болдыратын болу керек. Мен сол қазір бұлды тәжірибе өткізіп ертең бұның жастардың бәрі мен тәрбиеледім, осылар тәрбиелейді. Ол келгеніне қалғандарын сабақ болсын деп айтып жүрмін да. Мен мақтаныш емес бұл. Менің мақтаным емес. Сол ана келетін, сол қалкендер бар, ана отыр, Шымкентте отыр, осылардың бәрі ертең ана жақта отырған Аманжолдар, осылар меңгерсе екен да. Мен сөзімді олар амалға айналдырса екен. Тәрбиеші бақташы болу керек, шопан болу керек. Сондықтан шопандыққа енді сол жаңағы әйелден алған қолына сол қолында енді әйелден алған сен сол әйелдің перілігін білсең, сен бақсы боласың. Соны неге қазақта бақандар деген, алты бақанды ұстаған. Алты бақан деген бар ғой. Сізді бақанды боласыз. Тіреуіңіз бар. Сіздің сонда әйел деген бір әйел бар дейді. Үйдің тірегі болады дейді да, тіреу болады. Сол әйел сізге тіреу болған кезде сізге қолыңызға бақан беріледі. Маған берілді. Маған берілді қысқа оны, ана аса таяқ ұстау деген. Сөйткен таяқта қарасаң жылан, оң шашып тұр ғой. Жылан қаяқтан пайда болады? Әйелден пайда болады жылан. Әйелдің жыланын меңгеру. Енді мен мысалы оның хикметтерін көріп жасыратын үшін бәрі соны өту керек. Ана Айнұрдың неған кезде көрсетеді. Айнұрдағы жылан бір кобра ма, бір мықты жылан ғой енді. Кезінде көрсетті ғой мен, жыланмен күресесің деп. Мен әлі өмірім сол жыланмен күресімен келе жатыр ғой. Бірінен жеңіліп қалатын. Гүлжанның жыланынан жеңіліп қалдым. Жеңіліп қалдым деген шында ғой енді ол. Оны Құдай жеңдіреді оны бәрі. Мен қайдан? Сол енді көрсетеді. Bir күні дейді, ана көрсетіп жатыр. Ана бас пайда болды, кесілген бас екен де, қайттан бас жалғанып кетті. Ол өз жұмыс дейді, күттім, бұл жұмысында біреумен жалғанып кетті деген мен. Қанша дегенмен орыс тәрбиесі болғаны солай ғой, әйелдер орысша кәдімгі өмір сүреді. Еркектермен кәдімгі өзінің тең дәрежесінде сөйлеседі, әзілдесіп. Ал сен ата жолында жүрсің, сен Құранға жалғанып тұрсың, ол кезде оның түсінік жоқ қой ондай. Сосын күтем, бір күні жылан сылдайды ау деп. Сосын үнемі оны не жек көреді, соны айналып өтуге тұрсам да, бірақ бәрі айналып өтеді, бір тауады. Басталады. Сол анайқан кезде, мен сола бір сөз айтқан кезде, мен сол ұрысқа берексіз әңгіме айтамын сөз. Отырғызып қойып, 2 сағат, 3 сағат келіп. Ана сөзбенен әбден басам, көнеді, жақсы болады, көңілденіп, бәрі кетеді, ішін шым жеңдеп қалдым дейді да. Міне осы сөз, оны неге айтып отырмын? Қауызынан сөз жүрген еркектер ғой, сендер ешқашанда оны перілік жеңе алмайсыңдар. Перілік жеңу үшін тіл керек, көркем сөйлей білу керек, дәлелмен айта білу керек. Сенің сөзіңде құдірет болу керек, Алла мінеге. Міне кітап берілу керек. Сонда бар. Кітап алмай сен әйелдің перілігін жеңем деген, сол перілік ол міндетті түрде керек. Ол өтетін, әбіл сенің жолыңда отырып алған дегенде, маған кейіннен екеуміз кезіп қолымды алып айтты ғой. Қолымды алған деген сөз, мен үлкен әйелмен неғым қолды алып, яғни мен қолымда енді не бар енді? Таяқ бар. Қолымда. Қолымда таяқ бар, сенде таяқ бар енді. Бірақ сен мойындан ұстаймын деді. Дәл осыны айтып кеткен, бұның бәрі бар нәрседе. Bir күні жаңағы Әзіреті әлі
соғысып жүріп бір есік жұлып алғанда сонымен темір есік қой енді. Соны қалқанып соғысқан екен да. Сөйтіп, соғыс аяқталған кезде қарасаң ана орнына қойып қойыңдар деген ғой. Сөйтіп ана көтерейін десе, екі-үшеу көтерген ауыр. Соны пайғамбар таң қалған ғой. Алам айтты, ой сен де Рүстем дастандай сықылдың ғой депті да. Сол кезде ішінен мырс ете қалыпты. Рүстем дастанда мен сияқты адам шығар деді. Онда тұрған еді күш қой қанша деген мен де бар ғой. Қуатын деген. Сөйтсе түнде түс көріпті. Түс көрсе түсінде дейді, ана алдында ішінде күшігі бар дейді, дейді. Ана ит тұр екен, қаншық тұр дейді. Ішінде күшіктері бар, күшіктері үріп жатыр дейді, әлі сыртқа шықпаған. Ойғырмай мұнау әлі сыртқа шықпай ішінде жатып үріп жатқан бұл қалай деп. Сонан келе жатып тағы да алдынан дейді, жылан кесіп өтіп барады дейді. Жылан тоқта, мен өтіп кетейін деген дейді. Қол қарамайды дейді. Сосын қолында таяғымен бейді ысырған екен, жылан таяқ қоралды. Таяқ сілкілеген екен, қолынан мойын ұралды. Мойнынан алғаннан кейін сосын жыланның атын айтып кешірім сұрап қойдым, мен жеңілдім. Сосын бір жібек дейді. Ойлағым ғой, мынау қандай жылан сонда деп. Таяқтаға да деғылмайды, тіпті мойынға бірақ шықты деп та. Сөйтіп келе жатып, енді келе жатса жаңағы не тұр дейді, жаңағы бір үй тұр дейді, қабат үй дейді, керемет үй сарай. Ішіне кірсе сасық екен, мұн сасық естен қашып барып, не көреді бір бақша дейді, бақшада бұлбұл сайрап отыр, алдында боқ дейді, шоқ қойып болды. Мына өзі бұлбұл қалай боқ жеп отыр деген ғой. Сөйтіп әрған жаңа сасық ес келген, сөйтіп барып қашып шығып қалса бір құлап жатқан не көрген, соның қасына барсаң жұпар екен, сонан дем алып тұр. Ой, тыныста. Алдына кетсе жаңа алдында бір есекпен ақсақалды шалтыр дейді. Сосын жерде ана торсық түйіп, ой балам, торсықты алып берші деген да. Бұл алып та енді қолының несімен іліп алып берейін десе, болмайды дейді, аты жерге несі кіріп барады дейді. Атынан сүйе салып бірден алыптан торсықты көтеріп болса, тізесіне дейін кіріп барады дейді. Шал қарап тұрып та, өзінің қолында аса таяғымен ана торсықтан іліп алып, алдына басын жақып кетіп барады дейді да. Сосын оянып кетіп, енді Алланың есіне келген ғой. Айтайын десе тұра тұр депті да. Мен айтайын депті. Сен түс көрдің, түсінде бір қаншықты көрдің, ішіндегі сыртқа шықпай күшіктері әлі балаламай әлі не қылып жатыр екен, күшіктемей әлі үріп жатыр екен деген ғой. Иә деп, соған таңғалын депті, болашақтың депті. Балдар солай болады, шешесінен туылмай жатып, ақыл айтатын болады деген ғой. Тұр ғой, қазір масқап отыр ғой енді. Шешесінен туылмай жатып, ақыл айтатын болады. Қазір балдар ғана отыр ғой интернетте. Сол қиямет заман сол кезде болады дегенде. Сосын сен жыланды көрдің деп, жыландық ақырында мойның оралды ғой депті. Иә деп, болашақтың қатындарының жыландығы сондай болады дегенде. Әйелдер. Оған тек атын айтып жалбарынып қана құтыласың деп. Сен таяқпен де немен де жеңе алмайсың деген ғой. Сөзбен жеңесің деген ғой. Не? Атын айтып. Көрдің ме? Сол Құран қуаттанады. Сен сонда қазір қатындарды сөзбен жеңбесең, сен ешқашанда ол сен басқамен жеңе алмайсың. Яғни саған сөздің қуатын берді ме? Алла сөздің қуатын берсе, қалған Алла тағала сол сенің сөзің арқылы. Мен осыны, әйелді мен осылай үлкен қатын осы тәжірибені өткіздім. Мен дейді, ауылға барайын деп едім дейді. Мен айтым, мен ұқсат берсем барасың, бермесең қайдан барасың дедім да. Мен ақша болса сенің ұқсатың керек етем бе деді да. Сөз ғой. Қап дедім, барда бірден алды құлап, дизетін жарылап, кешірім сұрады. Енді тағы бір айтты, мен пәленді бейт, мен дейді, ауылға барайын деп едім, сені ұқсат тұрайын деп едім, кімді билет деп жіберіп қойдым деп қояды да. Қап дедім, сол алтта телефон біреуін төлетте барады. Сонан қорқа бастады менің сөзімнен. Ана мен құдамды да сөйтсе ана баласы қорқады екен, айтпашты ана. Құрсын сенің машинесі бұзып қалды дейді. Сонда не? Сол кезіндегі біздің аталарымыз сондай болған сөздің құдіреті. Қазір сіз сол дәрежеге жетуіңіз керек мінекей. Сол жаққа дәрежеге жетін көбірек айналайын көркем сөзді көп айту керек та. Кеше мен айта алмай тұрмын. Әттең дедім, менің сөзімде тұр дедім. Мен ана сен сияқты ана отырған бір майорға айтып көргенмін дедім. Әттең дедім, Алла тағала маған ұқсат бермейді. Маған болмайды дедім, мен ұқсат бермейді, маған болмайды.
болмаса сенің көзің байлап тұрып ана машинаның астына тығып жіберер едім да. Қасында ана кейіннен айтады, сіз мен сұрады ол қалай дейді, мен ана қамшыны меңгерген осындай дегенде, сіз қандай сондай төзімсіз дейді да, осындаймен пайдаланбай жүрсіз дейді да. Мен айттым, пайдалануға болмайды. Сол көбісі қарағада не отқандар үшін айтып отырмын. Оны пайдаландың дегенше сенің сөзіңе пәтуа кетеді. Кімнің сөзінде пәтуа болатын болса, ол да боғауызды айтпайды, ол қарғамайды да, ол андай жаман сөзге ешқашанда жамандыққа пайдаланбайды сөзді. Міне. Кімде-кім жамандыққа сөзін пайдаланбайды ма, демек оның дұғасы қабыл болады, оның сөзіне пәтуа болады. Ал енді бүгін масқаптың қазір елде, осы тыныштығы кетті. Ал халық, ел, үкімет қарыз болды. Миллиондаған осында оқып жатқан намаздарын қаяқта болды. Сөз дұрыс емес пе болатыннан келіп отыр. Қаяқта сонда қазіреттер, қажылар, қайдасыңдар сендер? Ақындар, жазушылар. Неге біз сонда осындай күйзеліске түсуіміз керек? Неге түсуіміз керек? Қаншама отырған осының бәрі жұрттың пенсиясы бар, басқасы бар, мектебі бар, мұғалімдер, олардың бәрі халыққа қызмет істеп жатыр ғой. Мейлі қандай болсын, мейлі қандай жағдай болсын, мейлі кәпір болсын, бірақ қызмет жасап жатыр ғой. Мейлі кәпір болсын, біздің тамағымыз өсіп беріп жатыр ауылда. Біз неге соларға дұғамыз неге дарымай жатыр? Неге соларға иман кірмей жатыр неге? Осылардың бәрі неден пайда болады? Осы кеп мінекей сөзден пайда болады. Хан мен жолым ашылмады, менің көрген бәрі сөзіңді табасың да. Тіліңнен тауып жатсың. Тоғыз басқа кіретін бәленің тоғызы тіліңнен дейді. Осы қазір не отқандар, осыны отқан көбісің. Неге мен қасиеттіңді тіліңнен тауып жатыңдар? Мен Айнұрға сен қашырған жақта жүрдіңді, ол байқамай қалады, біліммен. Ол әдейі айтайын демейді. Білім демау дұрыс емес қой деп, сосын мен бат берат боламын. Неге айтасың ондай сөзді деп? Ал қайдан білсін? Шын ғой енді ол кітапта жазылып болған. Оны масқапта айтып жатыр, бәрі айтып жатыр ғой дейді. Мен айттым, саған болмайды деймін. Сеніңнен бөлек деп. Сонан әлі сол жетімге жан алмайды. Ана үлкен қатын бір жалғанғаны, оның мен дұрыс емес айтсам да үндемей қалатын да. Міне, үндемей қалады. Қайтып жауап бермейді. Мен әдейі сөгем жұрттың алдында, үндемейді. Неге сөктің деп айтпайды. Бірақ айтады енді, мен осыны жұрттың алдында айтам десем, сол кезде қорқып кетеді. Сен осыны айтып тастайын деп жалынады да, ол жұрттың алдында айтпашы дейді да, сол бар несі. Сонан меңгерді сонан жетім. Ал сендердің меңгере алмайтқан сол дұрыс сөйлей алмайсыңдар. Ал енді үндемей жүріп, ол мен меңгерем деген қазір біреулер бар, ана топтан да шығып кетеді, ештеме айтқысы келмейді, топта отыр, үндемей отыр, жаңағы қозғалмасаң, олар ешқашанда меңгере алмайды. Сен ойыңды айт мейлі, өз дәрежеңде. Қателігіңді айт. Алланың соған бергенін айт ең болмаса. Мен осындай оған лайық емес, мынандай берді осында. Сонда ғана сен ақталасың да. Ақталу деген сол. Міне 5 бересе 6 аласыңдардың бәрі осыған кіреді. Сонда әйелдің етегінен еркекке сана келеді. Ол қайда келеді сана? Қолға келеді бірінші. Қолға келген нәрсе сол баратта енді ол неге айналады? Ол өнерге айналады. Әйелдің аяғымен байланысты. Сонда не дейді? Келіннің аяғынан, шопанның таяғынан дейді. Еркек шопан болу керек, таяқты болу керек. Таяқты болу үшін еркек әйелдің аяғы таза болғанмен де онда жыланы болуы мүмкін. Жыланы міндетті түрде болады ол әйелде. Ал содан өйткені Алланың елшісі айтып кетті, болашақтың әйелдерінің бәрі сондай болады деп. Сен мойның орылады деп, жылан болады деп. Сондықтан қазір бұл сондай заман. Оған сенің бір кемсіту емес. Ол білімменен іблис солай жылан болып кіріп алды да, білімің білден. Ең қазіргі, бұлайынша айтқанда, білімнің ең жоғары дәрежесі не? Жылан. От. Білім деген сол. Қазір сол жылан болып, от болып өртеп жатыр ғой, айдаһар болып. Ол Россия деген. Өртеп жатыр ғой. Мен сол білім деген сол ең білімнің жоғары дәрежесі ол жылан. Қазір сол білімде жыландар деген қазақтың 90% әйелдер жыландар. Ана кемпірлерінде жоқса қандай, енді 10% сол үлкен кемпірлер. Олар жыландармен. Міне осындай жағдай қазір.